Қайырлы күн балалар, қалдарың қалай? Сабаққа деген көңіл-күйлерің қалай? Мен Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Калиолданова Айнұр Сағатайқызы. 5-ші сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, ой шақыру мақсатында сендердің назарларыңа бірнеше суреттер ұсынамын. Берілген суреттерге мұқият зер сала қарай отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап көрейік. Қалай ойлайсыңдар балалар, біздің бүгін сабағымыз не жайында болмақ? Өте жақсы балалар. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жол жүру ережелеріне арналады. Олай болса, оқу мақсаты сюжетті суреттердің, яғни фотосуреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру. Сын есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу. Осы оқу мақсатынан шығатын бағалау критерийлері сюжетті суреттерді ажыратады, суреттер негізінде әңгіме құрастырады, сын есімді мағыналық түрлеріне сай талдап, сөйлем құрайды. Бүгінгі сабағымыздағы бағалау түрі де сабағымыздың тақырыбына сай бағдаршам әдісі арқылы жүзеге асады. Балалар, егер берілген тапсырмаларды өте жақсы орындасаңдар жасыл түсті, орташа орындасаңдар қызыл түсті, жақсы орындасаңдар сары түсті белгілеп отырғандарың жөн. Алғашқы сұрақ балалар, жол белгілері дегеніміз не? Жол белгілері дегеніміз көлік қозғалысын реттеу және көлік жүргізуші мен жаяу жүргіншіге маңайдағы жол жағдайы жөнінде ақпарат беру мақсатында қолданылатын белгілер. Олай болса балалар, жол белгілерінің түрлерін білеміз бе? Қандай түрлері бар деп ойлайсыңдар? Балалар, жол белгілері өз ішінде үлкен 7 топқа бөлінеді екен. Олар, атап айтатын болсақ, ескерту белгілері, басымдылық белгілері, тыйым салу белгілері, міндеттеу белгілері, ақпараттық көрсеткіш белгілері, қызмет көрсету белгілері және қосымша тақтайшалар. Балалар, біз бүгін сабағымызда сондай-ақ сын есімнің мағыналық түрлеріне тоқталамыз. Сын есім өз мағыналық түрлеріне сай үлкен 2 топқа жіктеледі, яғни сапалық сын есім және қатыстық сын есім. Егер сын есімнің тікелей өзінен жасалып, заттың түр түсін, сын сипатын анықтаса, ол сапалық сын есім болады. Мысалы, биік тау, аласа жер, қандай тау, қандай жер, яғни биік, аласа сөздері тікелей сын есімнен жасалып тұр. Ал заттың сын сипатын басқа сөз табының қатысы арқылы білдірсе, ол қатыстық сын есім болады. Мысалы, әдепті оқушы, қандай оқушы, әдеп зат есімнен сын есім тудырушы жұрнақ арқылы жасалған әдепті оқушы қатыстық сын есімге мысал болады. Сондай-ақ алмалы бақ, таулы жер де осыған мысал. Балалар, келесі кезекте бағдаршам қалай пайда болғаны жөнінде бейнебаян тамашалайық. Бұл тапсырманың дескрипторы мәтінді мұқият тыңдай отырып, негізгі ойды анықтауларың қажет және мәтінде кездесетін сын есімдерді табасыңдар. Әлемдегі тұңғыш бағдаршамның авторы британиялық Джейн Найт есімді азамат. Қолмен басқарылатын бұл бағдаршам Лондондағы Ұлыбритания парламентінің жанында орнатылған. Аз уақыт өтпей, оның жарық шамы жарылып, басқарып отырған полиция қызметкері ауыр жарақат алады. Қайғылы жағдайдан кейін құрылғы қауіпті деп танылып, 50 жылдай қолданыстан шыққан. Тек 1910 жылы чикаголық өнертапқыш Эрнст Сирен бағдаршамның бұрынғы нұсқасын жетілдіріп, автоматты түрде басқарылатын тиімді түрін ойлап табады. Ал 1912 жылы америкалық зерттеуші Лестер Вайер қызыл және жасыл түсті шамы бар электрлі бағдаршамды жасап шығарды. Бүгінгі күні көріп жүрген 3 түсті бағдаршам ең бірінші 1920 жылы ақш-тың Нью-Йорк және Мичиган штатында орнатылған. Жылдар өте бұл ақпараттың тиімділігі артып, кеңінен қолданыла бастады. Ал біздің елімізге бағдаршам 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін жеткен. Жақсы балалар, олай болса осы тыңдалым тапсырмасына сай, ары қарата жұмысымызды жалғастырайық.
Балалар, Т кестесі әдісімен жұмыс жасаймыз. Яғни тыңдалым мәтінде кездескен сын есімдерді мағыналық түрлеріне қарай топтастырасыңдар. Қанекей бірге талқылап көрейік. Жарық, қауіпті, қызыл, жасыл, қайғылы, сұлу сын есімдері мәтінде кездесті. Енді осы сын есімдер мағыналық түрлеріне сай қай топқа жатады деп ойлайсыңдар? Өте жақсы балалар. Жарық, қызыл, жасыл және сұлу сын есімдері сапалық сын есім болады. Ал қайғылы және қауіпті қатыстық сын есімге жатады. Келесі кезекте балалар зейінге тоқы айдары, яғни берілген жол белгілерінің шартты белгілерін әрқашан есте сақтағандарың жөн. Яғни әр суреттің нені білдіретіндігін мұқият тыңдап алыңдар. Бірінші белгі – балалар өтуге арналған белгі. Келесі белгі – қозғалысқа тыйым салынған белгі. Және жаяу жүргіншілер жолының белгісі, сондай-ақ ақпараттық белгілер, яғни телефон, дәрігерлік көмек көрсету пункті, автобус аялдамасы белгілері тұрса, жақын маңда осы аталған телефон, дәрігерлік көмек, автобус аялдамасының бар екендігін бізге білдіретін ақпараттық белгілер. Олай болса, балалар, келесі кезекте суреттер сөйлейді айдарымен жұмыс жасаймыз. Яғни бұл тапсырманың дескрипторы берілген сюжетті суреттерге мұқият мән бере отырып, суреттердің мазмұнына сай әңгіме құрастырасыңдар. Ол әңгімені құрастырғанда міндетті түрде сын есімнің мағыналық түрлерін қолданасыңдар. Олай болса, балалар, берілген суреттерге мұқият зер салайық. Алғашқы сурет – бағдаршам және жолда жүру ережесі. Келесі суретіміз – жолда ойнау өмірге қауіпті ме? Және үшінші сурет – жолаушылар көліктен түсу ережесін дұрыс сақтады ма? Я, балалар, аталған осы үш суреттің біреуін ғана таңдай отырып, соған сай әңгіме құрастырып жазасыңдар. Өте жақсы балалар. Олай болса, өздеріңнің жазған жазба жұмыстарыңды бағдаршам әдісі арқылы тексеріп, өздеріңді бағалайсыңдар. Сабағымызды қорытындылай келсек, балалар, мына сұрақтар төңірегінде ойланайық. Біз бүгін сабақта не туралы сөйлестік? Я, балалар, біз бүгін сабақта жолда жүру ережелері, жол белгілері жайында сөйлестік. Келесі сұрақ: біз бүгін сабағымызда не туралы жаздық? Я, балалар, біз сюжетті суреттермен әңгіме құрастырып жаздық. Қандай шешімге келдік? Өте жақсы балалар, біз әрқашан жолда жүру ережесін дұрыс сақтау керек деген шешімге келдік. Олай болса, балалар, үнемі жол жүру ережелерін ұмытпай, оларды есте сақтап жүргендерің абзал. Адам үшін, яғни жаяу жүргінші болсын, немесе көлік жүргізушісі болсын, әр шартты белгінің адам өміріне маңызы зор екендігін ұмытпаңдар. Бүгінгі сабағымызға кері байланысты, балалар, 3-2-1 әдісі арқылы алғым келеді. Яғни, бірінші сұрақ: мен бүгін үйренген 3 нәрсе. Қалай ойлайсыңдар, балалар? Біз бүгін сабағымызда не жайында үйрендік? Келесі сұрақ: мен қызықты деп тапқан 2 нәрсе. Бүгінгі сабақта сендерге не қызықты болды, балалар? Келесі сұрақ: мен үшін күрделі бір сұрақ. Яғни, сабақ барысында сендерде сұрақ туындауы әбден мүмкін. Сол сұрақтарыңды дәптерге жазып, келесі сабақта айтсаңдар болады. Жауабын бірге іздестіріп көреміз. Олай болса, балалар, бүгінгі сабаққа қатысқан барлық оқушыларға рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.